Clever Post бағдарламасымен жұмыс істеу үшін Android қосымшасын орнату керек. Ол үшін Play Storeға кіреміз. Ішінде Clever Post деген бағдарламаны табамыз, орнатамыз. Орнатқан кезде мына сияқты Android қосымшасы орнатылады. Clever Post деп аталады. Ішіне кіреміз. Кірген кезде ең бірінші чат ашылады. Бұл чат не үшін арналған? Бұл дүкеннің қызметкерлері осы чатқа ортақ болып қосылады. Дүкеннің ішіндегі болып жатқан бүкіл әрекет, құбылыс осы чатқа келіп сипаттама ретінде түсіп отырады. Мысалы, қандай да бір товар дүкенде аяқталып бара жатса, товар аяқталды деген хабарлама келеді. Дүкенде біреу бірдеңке сатып алса және дүкеннің тасымалдау қызметі оны бір жерге алып барса, онда товар сол жерге баяғы жеткізілді деген ақпарат келеді. Яғни дүкеннің өзінің ішінде тасымалдау қызметін қосу мүмкіндігі бар. Егер қосатын болса, қосымша оның бүкіл ақпаратында айтып тұрады. Яғни бұл қосымша 4 лауазымға қызмет етеді. Дүкеннің басшысы, дүкенде қызмет ететін кассирлер, сонан кейін дүкеннің бухгалтері болса, бухгалтеріне, сонан кейін дүкеннің тасымалдау қызметіне қызмет етеді. Дүкеннің ішінде мысалы дүкеннің менеджері мысалы кірсе дүкенге, мысалы мына жерге кез келген хабарламасын осы жерге жазылады. Сәлеметсіз деген сияқты. Немесе қандай да бір жазған сөзін мына сияқты қылып тіркеп қояды, ортақ. Яғни бұл дүкеннің ішінде ортақ мессенджер, ортақ хабарлама, сол үшін қолдануға болады. Қосымшаның баптауларына кіріп, түнгі және ашық режимде ауыстыруға болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жұмыс істей береді. Бұның ішінде сонан кейін мынандай нәрселер бар міне. Есеп, яғни бүкіл дүкеннің ішінде болып жатқан сатылым бойынша, ауысым бойынша, кассирлер бойынша есептері айға, жылға деп бөліп қарауға болады. Бұл дүкеннің басшысына керек мәліметтер. Ары қарай тауарларды қабылдау мәзірі. Мысалы, дүкенге кез келген бір тауар келіп жатса, мысалы, осы мәзірді ашуға болады да, телефоннан бірден. Сонан кейін тауарды міне сканерлеп, штрих-кодқа апарса, тауардың аты жөні шығады мына жерде міне. Келіп түскен тауардың санын белгілейсіз. Мысалы 4 тауар келіп түсті. Соны аласыз да дүкенге бүйтіп осы бір батырманы басып енгізе саласыз. Яғни бұл ақпарат бірден кассирдің терминалына барып түседі. Яғни тауар қабылдаудың процедурасы өте жеңіл істелген. Яғни міне приемка деген басасыз. Келіп түскен тауардың кодын, штрих-кодын сканерлейсіз. Тауар міне шықты. Келіп түскен тауардың санын белгілейсіз. Содан кейін болды, мына батырманы басып қаласыз. Тауар бірден кассаға түседі. Егер бұл менеджер болса, осылай бірден болады. Ал егер басқа қызметкерлер істесе, бухгалтер немесе кассир деген сияқты, онда олар келіп түскен тауардың санын ғана белгілей алады, ал соңғы қорытынды шешімді дүкеннің иесі мақұлдайды. Яғни шынында да 20 мысалы кітап түсті ме, түскен жоқ па деген сияқты. Одан кейін кез келген тауардың суреттерін осы қосымша арқылы қосуға болады. Ол үшін тауардың фотосы деген мәзірді ашамыз, жаңағы сияқты сканерді ашамыз. Кез келген тауардың кодын сканерлесеңіз, сол тауардың қандай суреттері бар, бірден қосымшадан ашылады. Керек суретті жаңадан енгізуге болады. Мысалы, суретке бүйтіп түсірдіңіз, суретті сақтадыңыз, міне сурет мына жерге сақталды. Керек жоқ болса өшіріп тастауға болады сол суретті. Яғни ұялы телефон арқылы кіріп, кез келген тауардың суретін өзгертіп қосып отыруға болады. Ал енді ары қарай бұл қосымша арқылы дүкеннің тасымалдау қызметі кірсе, ол қандай экранын көреді. Мысалы, мынау тасымалдау қызметінің экраны. Онда да чат бар. Сонымен қатар оның ішінде міне тасымалдау деген мәзір бар. Ішіне кірсе, тасымалдау тұрған жаңадан келіп түскен тапсырыстардың тізімі мынау міне көрсетіліп тұр. Мына жерде маршрут дейді, бас қалатын болса, клиенттің үйінің адресі қайда екен, бірден туристен ашылады да маршрут салынады. Яғни біздің тұрған дүкеннен бастап осы немеге дейін деп, клиенттің адресіне деп турист маршрут салып береді. Турист қайтып жұмыс істейді екенін көрсетпей қояйын енді. Бірақ жалпы сондай мүмкіндігі бар. WhatsApp дейді, егер бас қалатын болса, тікелей
тапсырыс берген клиенттің WhatsApp-ына шығып сөйлеседі. Тасымалдау қызметі осы мәліметтерді мысалы біліп алғаннан кейін тапсырысты қабылдау деп басады да, мысалы міне тапсырысты қабылдауға болады. Ол келесі мәзірге ауысады. Бұл жерде тапсырыс клиенттің үйіне жеткеннен кейін бүйтіп тапсырыс жетті деп белгілей алады. Сөйтіп бұл жерде тасымалдау қызметінің өзінің есебі жүріп отырады да, мысалы қанша 19 мысалы тапсырыс жеткізіпті, оған 16 мың теңге ақша тауыпты деп. Бұның мәліметтері бәрі жиналып отырады да бухгалтерге барады. Күн аяқталған кезде немесе ай аяқталған кезде тасымалдау қызметінің маманы барып бухгалтериядан керек құжаттарын алады. Ары қарай кассир кіретін болса, оның да сондай мәзірі бар. Тауарларды қарап, анау деген сияқты. Сол негізгі мүмкіндіктерін айтып өттік. Осымен қосымшаның негізгі мүмкіндіктері аяқталды. Жалпы бұл қосымша не үшін қажет? Дүкеннің ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Дүкеннің ішіндегі болып жатқан мәліметтер ешқандай бөтен бір мессенджер ешқайда кетпейді. Арнайы мессенджер бар. Бұл мессенджердің ішіне дүкеннің қызметкерлері ғана кіре алады. Әр адам кіреді, өзінің логин паролін мына жерде өзгертеді. Мына жерге бітті. Содан кейін сол адам өзінің телефон арқылы ғана кіре алады. Яғни бұл қосымша дүкеннің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жасалған. Дүкеннің порталына, кассасына, касса терминалдарына кірген кезде де осы қосымшаның рұқсаты арқылы ғана кіреді. Яғни бөтен адам дүкеннің қосымшасына, сайтына кіре алмайтын болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.